Assalomu alaykum do'stlar. Aqtoqdamiz. Aqtoqdan yana avtobuslarga. Hozir Dimamatning o'rinlarga bora жатырмын. Шамил деген инста досым отырсын. Соңғы аншылығы арқасында инстада таныстық, телефонмен де сөйлесіп, Шамил отыр. Үлкен турне жасаған Қазақстан бойынша, анда-мында бар, балық аулап. Сол Ақтөбеде қандай жерлер бар деп сұрап не істеп еді. Онымен Кеңкияқ жаққа барып келді, сосын ары қарай ауылға тартты, Ақтауға. Мен Ақтауға келгесін звондадым. Қазір шақырып жатыр, жүр. Бір неге барып білейік. Көксерке атып көрейік деп. Соған бара жатырмын. Сәтті болсын бүгінгі аңшылығымыз. Ақтаудың жолдары. Күн жанып тұр, 32 градус. Міне Шамилді туып жетіп алдым. Қазір енді Сергей посты ғой енді. Болды. Бұрынғыдай мына жерде ешкім ұшып жүрмейді. 60-пен ақырындап. Бірақ мына былтыр салған жолды қаншанша дұрыс салмады ма? Ондай да бар. Мына демалатын орынға келдік. Бір жігіттер катермен апарамыз деп жатыр еді. Ана жерде аралдар бар. Онымен олар әлі қаладан шыққан жоқ. Сосын қалаға барамыз деп шештік. 4-ші микрорайонға. Сол жерден қазір түсіп қараймыз. Шамил бұйыртса ролик шығарып бір қайыққа мінеміз, ана жерге апарып жетті. Көрейік бүгін сәттілікті. Ау, міндік. Нос отдай. Потрами нос. Вон, тяни, блин, видишь, она подхватит. А толку, что ты? Ты запустил ее, Рен? Не, подожди. Подержи. Ой. А то сейчас этого заболну. Кеттік дейсің. Ямаха. Как, киш-кишен көк жүрмейді деді, да? Что осталды ғой, да? Kiyinib oldik. Hozir bir isib qaraymiz. Suv muzda kadi. Muz bo'ladi. Ko'ring, barma yo'q, Kefalin жылы суды жақсы көреді ғой. Мына жерде
мен ана бетондардың қасында түсем, сосын былай кетем жағалап. Жоспарым Шамил ұйымдастырып жатыр. Ассалаумағалейкум бәріне. Сәттілік. Онда қанша бір 6-7 метр ғой, а? 10 бар да? Деда, по берегу в ту сторону пойдем. Скажешь, что? Хорошо. В ту сторону, да, будете? Угу. Через 1,5 часа. Час. Да, лучше. Час уже. Су мұздай болғансын. Бір сағат жететін сияқты бізге. Это бля. Al bismillah деп кетті Шамил. Сәттілік тілеп қояйық. Кешегі серуендеп келген үлкен кеме керемет. Шамил қалды. Бір кеттік, ана неге жақындаймыз деп тастарға. Мынандай нән кеме барақ қалды. Bismillah деп суға түстік. Садағымызды тартқан кезде бір жағы оң жағы жыртылып қалды. Қазір көресіз, судан сәл-пәл көңіліміз түсіп, енді қалай айтамыз деп ойланып жатырмын суда. Су негізі мұздай. Ана GoPro'ны ауаға шығарған кезде кәдімгідей 5 секунд ішінде буланып қалады. Міне судың астындағы көріністер осындай. Сосын былай шештім енді. Оң жағы жыртылып қалса да, сол жағы бар ғой. Тартатын. Соны оқтап қойдым. Бірақ мына
мына жібені бекітетін жіп солаймен қалды. Енді кешірерсіз. Білмеймін неге өйттім. Көрінісі енді осындай. Міне мына тас бар ғой. Сөйтіп толқыннан ба жағына құлаған. Сосын өте көп ана нелер, темірлер жатыр. Жерде. Бұрынғы не болған ана. Бұрын мына жерде темірлердің арасында су жылы болған кезде батпақай кефаль жүретін. Менің болжам бойынша су мұздай болғасын. Ешқандай балық көрінбейді. Сөйтіп өтіп баратыр едім. Енді көріністер әдемі деп айта алмайсың, бірақ дегенмен қызық. Кімге қызық болса, осы жердің асты осындай. Мына қарақөз деген торта балық та айтады. Орысшасы вобла, тарашка дейді Ақтау жақта. Міне мынандай үлкен үйірі. Осы қармаққа ұстайтын адамдарға осы әдемі балық қой. Негізі тұздауға неге керемет балық қой. Дәмді, майлы. Осындағы темірдің арасында үлкен үйірі болып жүр. Тағы бір айтып кететін, біздер үйреніп кеттік бәрін орысша айтуға. Негізі қазақшамызды дамыту керек та. Вобла десе қарақөз, торта балық, кефаль, батпақай, мына судак деген көксерке сөйтіп атау керек. Енді бізде де сонда қалыптасып кетті ғой қазақтарды осы біреу келіп үйреп кетті балық аулауға. Енді тарихқа үңілсек, Адай руында балықшы деген бөлім бар. Берші руында балықшы деген ру бар. Ол да сол 100, 200, 300 жыл бұрын емес қой, одан да ертерек та 400 жыл бұрын пайда болған тайпалар ғой. Менің енді ойым сондай. Мына дыбысты естіп жатсыз ғой, мына нелердің дыбысы ғой. Мына кемелердің туристерді тасып жүретін. Негізі осы жерде жақын жерде жүреді. Маған енді көп кедергі жасаған жоқ, бірақ Шамиль айтады, қайта үстімен өтіп кетеді да, ол да. Бір кеме. Көрдіңіз ба, буланып жатыр камера. Тек сәл шырасың. Мұздай су. Одан бір жағынан қызық. Жаздың ортасында осындай мұздай су болады да. Міне осындай тастар. Әрек жүргенде осылай тереңдейді. Мен де осы тастардың астынан сүңгіп көрдім. Көксеркені іздеп. Батпақай сірә көрінбейді. Іздеп қарап едім. Балықтың ізі де көрінбейді. Сондай болады енді арасында. Сосын көбісі ойлайды, ой мыналар
Сөңгейтін ашылған балықтың бәрін қырып тастайды. Осылай ғой сәттілік дейтін. 2-3 рет барасың, 1-2 балық көп болса сатып аласың. Бірақ кейде осындай бір сәт өтседі. 10-20 балық ұстап алмады. Міне осындай. Мынау енді үлкен тас емес, одан да нән тастар болады ғой судың астында. Мына Түркілсай жақта білмеймін, бір коттедж сияқты бір мынандай судың астында нән тас тұрды. Осы тастың астына мына көксерке деген балық тығылып тұрады да. Міне біз ана соқпақ тасты жол. Көрдіңіз бе? Буланып жатыр да камера. Мұздай су. Осылай жүріп қалай біз ана кеменің капитанына айтып кеттік 1 сағат. Бірақ ұзын шарбасы болып кетті ма, 1,5 сағат осылай жүрдік. Уақыт қалай өтіп кетті мен де білмей қалдым. Шамил енді ана тереңдікте сүңгіп өз сәттілікті іздеп мен тастың арасында жүрдім. Дегенімен бұлай балық көрінбеді енді. Кейде мына соқпақ тасты жолмен жүргенде мына осы тастың арасында көрінеді да, қарайған кефар жүреді. Біз барда енді батпақай деген балық көрінбеді. Тағы не байқағаным, ондай көп қоқыс жоқ осы жерде. Онда жақсы. Судың астында жерде бір дөңгелек көрдім. Жатқан былай онда үлкен қоқыстар жоқ. Біздің кемеміз келді, бізді алып кететін кеме. Ол да мынандай жерге келе алмайды, тас бар жерге. Соған дейін жүзіп баруға тура келді. Шамил мылтық тағылды. Осындай жігіттердің кәсіптеріне береке тілейміз. Бізді алып барып, сосын қайтадан алып кетіп, айлаққа дейін жеткізген. Рахмет. Өздерінің де ондай киіммен, құралдармен адамдардың алдында өтіп бәрі ойлайды, балық ұстап алды деп сұрайды сосын, балық бар ма деп. Сәл енді ұяттау болып, дым балық жоқ. Өйстіп, осындай ақтауда атмосфера. Судан шықтық.
мынандай бір көксерке шамиль атып алды. Мен дым ұстай алмадым. О, шаршап кеттік. Ондай да болады. Неше бір 5-6 градус шығар да, су? Білмеймін, мұздай. 10-12 градус бар. 10-12 ма? Білмеймін, қатып қалдым мен. Ой. Балықтың иісіне мен мысықтар келді.